Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен менің видеома лайк басып, тіркеліп қойсаңыздар. Бүгін шығыстың тәттісі пахлаваны бірге пісіріп көріңіздер. Егер видеом ұнап жатса, достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Шығыстың тәттісі пахлаваның ең оңай түрін көрсетемін. Менімен бірге көріп, жасап, пісіріп көріңіздер. Бұл шығыстың тәттісі пахлаваны пісіру үшін бізге 3 жұмыртқа, 1 пиала жылы сүт, 1 пиала сұйық май, 400 грамдай ұн және де 1 ас қасықта уксус керек болады. Ең алдымен табағымызға 3 жұмыртқаны жағып, оған 200 грамм шекерді қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Және де ұнды салып, оған 1 пиаладай сұйық майды қосып, жұмсақ та емес, қатты да емес етіп, қамыр илеп аламыз. Қамырды жақсылап илеп алғаннан соң, оны 15 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Қамыр тынып тұрғанда біз 300 грамм грек жаңғағын және де жер жаңғақтан қосып майдалап аламыз. Енді осы қамырдан 7-8 майда ұсақ зуалашаларды жасап аламыз. Жасап қойған зуалаларды бөлек алып, енді оны өте жұқа етіп жаямыз. Енді осы жұқа етіп жайған қамырды тапаға саламыз. Ал тапаны сұйық маймен майлап аламыз, қамыр жабыспау үшін. Сұйық майдан жағып, майлап алдық. Енді оған жұқалап жайған қамырды саламыз. Шет-шеттерін жеткізе отырып, жақсылап жайып салып аламыз. Енді алдын ала дайындалып алған грек жаңғағы мен жер жаңғақтың майдасын себелеп шығамыз. Оның үстіне екінші жайған қамырды салып шығамыз. Салып болған соң, және де жаңғағымызды алып, майдалап, себелеп, жұқалау етіп себелеп шығамыз. Әр қамырды салып болғаннан соң, оның арасына осы салмадан салып, міне 3-ші қамырды жайып, тапамызға салдық. Енді оның үстіне және де жер жаңғақтан және грек жаңғағының майда үгінділерін себелеп шығамын. Енді оны сеуіп болғаннан соң, оны ромбик етіп кесіп, 1 сағатқа бетін жауып қою керек.
Міне пахлавамыз дайын болды. Кесіп дастарханға қоюға болады. Ас болсын. Бүгін пахлаваның ең оңай түрін дайындадық. Егер видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет.